ұсынатын жасанды интеллектім. Ол үшін басқа аккаунтты ашасыз, немесе сол аккаунтты пайдаланатын болсаңыз, новое окно дегенді басамыз. Өйткені бізге қазір жаңағы алғашқы жасаған ChatGPT-дің мәліметтері керек болады. Келесі Adobe Express деп айтылады жасанды интеллект. Осылай тұрған бірінші қызыл эмблемасы бар. Осы жасанды интеллекттің басамыз. Негізі жасанды интеллект сіздің жұмысыңызды жылдамдатып, әрі жеңілдетіп қолдану үшін пайдаланамыз. Осындай сіздерге бет ашылатын болады. Бізде загрузка болып жатыр. Бұған да өзіңіздің жеке аккаунтыңыз арқылы тіркелесіз. Мен алдын ала тіркеліп қойғандықтан маған бет ашылып жатыр. Енді бұл жасанды интеллекттің негізгі мақсаты сіздерге видеоролик жасауды көрсететін боламын. Бұл жасанды интеллекттің сіздерге көрсететін ұсынатыным сіздің өзіңіздің персонаждарыңызды осы жерден таңдауға болады. Адамдар, мына жерден салған жүректі алайық. Енді бұл жерде артын фонды өзгертетін болсақ, келесі бастырманы басамыз. Мына жерден өзіңізге керекті фонды таңдауға болады. Ұнаған фонды аласыз. Енді размерін таңдағыңыз келсе, сіз YouTube-ға түсірейін деп тұрсыз ба? YouTube-қа түсіретін болсаңыз, егерде көлденеңмен түсіретін болсаңыз, 16:9 таңдайсыз. Шорс таңдайтын болсаңыз, 9:16. Мына жерде барлық Instagram, Facebook, TikTok, осы барлық өзіңізге керекті ғаламтор желісінің өлшемдерін ала аласыз. Мен YouTube желісінде размерді қолданайын деп отырмын. Енді мына жерде төменгі жағында осы кнопканы анық өзгертіп қою керек. Егерде осы кнопканы өзгертіп қойсақ, қозғалтсақ, ол кезде мына айтылып тұрған сіздің аудионыз персонажды сөйлеткен кезде анық естілетін болады. Егерде сізде дайын аудио жазылған болса, онда браузды басасыз. Сөйтіп өзіңізге дайындап қойған өзіңіздің загрузкаңыз, немесе папкаңыз, немесе файлда тұрған жұмысыңызды сақтап, басып, мына жерде өз сол дайын аудионы пайдалануға болады. Немесе енді мен қазір дайын аудио жасаған жоқпын. Бірден осы жерден қазір
аудио жасайын деп отырмын. Ол үшін осы кнопканы басамыз. Бастым, қазір маған уже оқи бер деп хабар беріп жатыр. Абайдың 17-ші қара сөзі. Бір күні ақыл, қайрат, жүрек үшеуі дауласып, қайсысы адамның тіршілігінде ең керекті, ең қымбаттысы деп таласыпты. Қайрат айтыпты: мен адамның бойына қуат беремін. Ерлік пен батырлық, қайсарлық пен табандылық менің арқамда. Егер мен болмасам, адам қорқақ, әлсіз болып қалар еді депті. Енді осы жасаған аудиомызды көрсетейік. Бізде загрузка жүріп жатыр. Енді ұсынған жұмысымызды, дайындаған жұмысымызды көрейік. Абайдың 17-ші қара сөзі. Бір күні ақыл, қайрат, жүрек үшеуі дауласып, қайсысы адамның тіршілігінде ең керекті, ең қымбаттысы деп таласыпты. Қайрат айтыпты: мен адамның бойына қуат беремін. Ерлік пен батырлық, қайсарлық пен табандылық менің арқамда. Егер мен болмасам, адам қорқақ, әлсіз болып қалар еді депті. Осы жасаған жұмысымызды көшіріп алайық. Мына бастырманы басқан кезде ол сізге жүктеледі. Ашып көрейік. Абайдың 17-ші қара сөзі. Бір күні ақыл, қайрат, жүрек үшеуі дауласып, қайсысы адамның тіршілігінде ең керекті, ең қымбаттысы деп таласыпты. Қайрат айтыпты: мен адамның бойына қуат беремін. Ерлік пен батырлық, қайсарлық пен табандылық менің арқамда. Егер мен болмасам, адам қорқақ, әлсіз болып қалар еді депті. Осылай өздеріңізге керекті персонаждарды сөйлетуге болады. Бұны өздеріңіз сабақтарыңызда тиімді пайдаланыңыздар.